жеңіс әрбір жеңісті жоласында жеңісті сұраққа жауап беру арқылы өздерінің командаларына және өздерінің жеке баға жинайтын. Белсене қатысып отырған студенттерді үміттеніп бәрін белсене қатысасыңдар, сабақтың соңында бағалайды. Ал енді қай топ бастайды? Бұл жерде ретмен деген жоқ, кім еркімен ретмен шығып бағалайды. Ama barcha көп жеңіс жолын керек. Bir-birде. Сұраққа жауап бер, ортаймен қойдыңдар. Бірінші сұраққа жауап бердің, дұрыс қатесіне қарай стикер аласыңдар. И жауабын жақта қалдыра бересіңдер. Баста. Спорт мәтінде тұралуының неше тәсілі бар? Мәтін тұралуының неше тәсілі бар? Ұпайлар, яғни ол 2007 жаңа уақыт елі бар. Ұпайлар бар. Адас кетпесін ұпайлар. Бағанда саны қанша? 12.370. Молодец. Келесі, алжан. Молодец. Ұпайлар бар. Тағы да екі адамнан қарсы команда болған екі адамнан шығады. Жоқ, шықпағанда шығады. Кеңдір. Бекжан. Жансая, кеңдір. Алғыр. Бола орында. Бөліп мәлім. Арақшан. Бөліп мәлім. Арақашын. Десі сұрақ жоқ. Между сложный интервал деген. Ұпай жоқ. Келесі жансая. Эмей спорт. Қаралдарды ашу қосымшасы. Ұдайықтарды ашу қосымшасы. Яғни, білесіз бе жоқ? Тайымды деген қосымша бар төбедегі бейнеде. Келесі, екі адам. Сегінші, тағым бар. Тұрған, кеңдір. Тұрған шығып қойдың ба, онда кім бар? Бақыт бар. Келе онда. Келесі ойын бар, қазір тағы ойын бар. Бала ойын бар. Сегінші, айталы. Мен бар формулар жазып жатыр. Формула жазып жатыр қандай? Ішінен жарықшамның қосуды біз қазір көрейік. Бұл жерде тоқпен жұмыс істеген кезде өте абай болу керек. Тоқпен жұмыс істеген кезде. Негізі кім біледі өз тоқ көз қалай бөлінеді, қалай жіктеледі? Тұрақты және айнымалы бөлінеді. Яғни тұрақты дегеніміз ол плюс пен минус контактілері болады. Ол екі плюс пен минус теріс қосылған кезде ешқайсы құрылғы жұмыс істемейді. Әлі қосылған кезде жұмыс істемейді, тіпті жұмысы істен шығуға мүмкін біздің құрылғымыз. Ал неден мағына біздің ленталық диодымыз бар, оны кнопкамен қосады. Айдыда қойдым. Ленталық диодта жақсылап байқап қарасаңыздар, бұл жерде 12 вольтпен жұмыс істеп қойған. 12 вольтпен. Төмен болса істемейді, жоғары болса кетпеу қаупі бар. Сол себепті біз компьютердің ішінен 12 вольттың шоу көзін іздейміз. Компьютеріміз қосылды. Ал енді оны іздеу үшін мультиметр құрылғысын пайдаланамыз. Бұл әртүрлі тоқ күшіне байланысты әртүрлі шамаларды өлшеуге бізге көмек береді. Түсіндіңіздер ғой? Бізге 12 вольттық орындайды. Әуелі мына бос тұрған нені көрейік. Бұл қандай кабель мынау? Диск ретекке баратын қосымша қоректердің көзі.
Неже көрсетіп тұр? Яғни 6 вольт, 6 вольт келген көрсетіп тұр. Бұл бізге жете ма? Жоқ. Бізге 12 вольт. 12 вольт. Екінші орынды көрейік. Неже көрсетіп тұр? 12 вольт. Яғни бізге лампамыз жұмысына жетеді. Ал қосып көрейік лампамызды. Неге жанбады? Қостық қой біз тоқ көзіне. Түсіндіңіздер ғой, мына лентасын қазір қойып ұстап жапсырып қойсақ, бізге кешкісін дайын шам пайда болды деген сөз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты кез келген жерде монитордың айналасына немесе жұмыс үстелінің қасына жазып қойсаңдар болады. Бұл өте ыңғайлы. Түсіндіңіздер ғой, ал тәжірибені аяқталдық. Енді жаңа сабаққа көшейік. Ендер қоғыр дегеніміз не? Кім білет, кім түсінен айталады? Алдын-ала бұл кездеспе бұл не оғын сендермен? Атауын енгізу керек. Тортты жаздық қағайтты. Тортымыз шықты. Түсініңіздер ол болды? Ал енді түсінген болсаңыздар, мына тақтаға шығыңыздар, біреу-біреуден жалпылама тақтаға шығасыздар. Мен сіздерге кілт сөздерін берем. Қазір мына біздің формамызда кілт сөздер жаңағы болды, қайсы болды, атаулы, құны, сатылу, және пайда болды. Түсіндіңіздер ғой? Кім шығар кеңге тақтаға. Жаңадан директор базасын қалып көреміз. Кеңге сонда кім шығар? Студент дегенде құрақ көрейік біз қазір. Бәрін студент оқысына. Дұрыс, мен айттым сіздерге, бірінші код тұрма, код тұра бірінші ол. Кодты счетчикпен қалдырамыз. Мынаны конструктор режимде ашып аламыз, режимді ауыстырыңыз. Яғни автомат түрі санап кете береді. Екіншісі, аты жөні, фамилия, имя, отчество. Мышканы жетіп басымыз. Сохранить. Атау береміз. Студент деп қойыңыз. Вот ключевой қолда қосылды. Ал енді екінші ол бізге енді форма құрайын осыған байланысты. Форма құрыңыздар. Жалпы бәріңіз қатысып отырыңыздар. Бәрі реттер тұрған. Енді жоқ бұл да бола береді, жаза беріңіз. Біріншісі код, екіншісі ал осыған енді кілт сөздер құрастырамыз. Атауы, бағасы, суретке тастап берейік, суретке орын. Бола ма? Суретті қоятын бағаның типі вложение деп аталады. Жаңа омбы типтің ішінде. Атауы, сосын Вложение деп аталады. құны емес пе? Атауы, құны. Бағасы құны екі бірде жазып жүрсің. Көмектесіңіздер. Сөзі жоқ көмек керек емес. Енді осы көмектесіп көмек керек. Ол ешкене істемейді. Көмектесіп боласыңыз. Ал, біздің атауын негізінші. Жоқ, біз қадестеппіз. Кешілігі, ол бағырлама, бұларды оқитын кісілер енгізамайсың. Жоқ, атауын негізін қойасың. Атауын негізін.
Ақылы негіздегі дағдың шықты дұрыс па? Проза берсе. Шықты бар. Саны шықпады. Тақтаға немесе кетіп соған алдыңыз. Тақтадан саны шығатын еді. Ал, уақытымыз шектеулі, отыра алыңыздар. Бүгін тақырып кімге түсініксіз болғанға сұрақ қойылған бар. Түсіндіңіздер ме бәріңіз? Түсінгені болса ұялмай, қысылмай тұрып айтсын. Қазір түсініп алсын жақсы. Ондай болса, сіздерге бүгінгі тақырыпты пысықтау үшін ойын айнап бердім, бұл соңғысы. Қалай түсіндіңіздер тақырып осы ойын арқылы біз қазір шешеміз. Белсене қарсы оқығандарға баға қойылады. Бұнда дұрыс жауапты мына ұяшықтың ішіндегі дұрыс жауаптарды қойып кетуіміз керек. Әр командадан 6 аударымнан шығады. Кезек-кезекпен шығамыз ба, немесе аудардан бірден шығамыз. Аудардан бірден шығамыз. Қайтып бастайды. Зырды басаттарына кейін қайтып. Қарсылас команда көмектеспейсіңдер сіздерге. Жаңа тақырыпты бастаған кезде. Көмектесіп отырамыз. Жоқ, қарсылас команда. Болды, қате. Отырыңыздар. Кейінгі адам, терасып отыр. Алты. Заңға келесі өтіңіз. 2007 нұсқасынан бастап 2007-тен бастап 2003-ке бағана не дедім мен? MBD дедім, дұрыс па? 2007-тен бастап уже асысты болды. Қате. Екі өлі таңдады, екі өлі қате болды. Келесі болғанымыздар. Үшіншісі. Маңызды құрам бөлігі 10-та айттым. Жаңа тақырып түсінеміз екен. Жауап беріңіз. Таңдалып жауап бере қойыңыз. Бір дұрыс жауап бар, отыра қойыңыз. 3 адам кетті ма? Келесі. Балжан келді. Үшіншісі. Болды, басты. Молодец. Екі ғой. Дұрыс тағылып қой. Бірінші. Арнайы түрде жазылған макрокомалар жиынтығы не деп айттыңыз деген? Молодец, ой. Сағадан шықпай. Соңғысы. Шығар дейді. Ал, бүгінгі сабаққа бәріміз айтарлықтай бөлікті бәріміз белсене қатыстыңыздар. Енді ұпайларыңызды санаңыздар. Енді бір ұпай. Сіздерге енді аяқбашы деп айта алмаймын. Бәрімізге қазір жеке-жеке айтып шығып бағаларыңызды. Сабақты қалай бағалайсыздар? Әуелі тақтада жасы блок болса сабақ ұнады, сары басқа өте ұнамады, қызыл басқа ұнады ұнамады деген сөз. Бұдан таңдап тақтадағы Жасыларға ұнады деген. ұсыныстарыңыз ішінде жазыңыздар. Кезек. Батындар астында тұрады. Астында қораптардың тұрады. Балаларында бәріміз қақтаға шинағында болыңыз. Бүгінгі сабақта белсене қатысқандар. Аура бар, салтанат бар, соларға
90 деген баға қоямын. Söz onda. Және одан кейін бағадан 85 деген бағадан қойылды. Қысқарғандар бар, олар келесі сағатта жеке